Арма қазағым, бұл бейнеде мен Маргарет Митчеллдің жел өтіндегі тағдырлар туралы кітабы бір сөз айтып кеткім келеді. Кейбір оқырмандар енді бұл кітапты жай ғана махаббат туралы кітап деп ойлауы мүмкін. Бір жап-жас қыз екі еркектің ортасында таңдау жасай алмай жүрген деген сияқты ой болуы мүмкін. Дегенмен де мен сіздерді оқығанда мұқият оқуды сұраймын. Маргарет Митчелл бұл романда енді Американың шұғыл бұрылыста болған кезін сипаттайды. Яғни негізінде Скарлетт О'Хара деп аталынатын кейіпкеріміз бұл Американың өзі болады. Скарлетт О'Хараға сипаттамасын оқысаңыз, мұқият оқысаңыз, ол жерде шынымен де Американың сипаттамасын табасыз. Скарлетт сәлі дөреклеу болады, оның ешқандай қызығушылығы жоқ, ол ондай әдемі емес. Неге әдемі емес? Мысалы, Европамен салыстырғанда Америка ол кезде ондай әдемі болмаған. Европадағыдай Американың ешқандай бай тарихы енді болмаған деп айтуға болады. Сонымен сол Скарлетт О'Хара сол Американың символизмі болады. Енді мына Скарлетт О'Хара екі ер азаматтың ортасында жүреді, қайсысын таңдарын білмейді. Эшли деген кейіпкеріміз ол Американың көне кезін, яғни консерваторлық Американы, оңтүстік Американы, құлдықты қолдайтын Американың символы болады. Ал Ред Батлер деген кейіпкеріміз болса, ол жаңа Американы, капитализмге жақын Американы, еркін Американы ол сипаттайтын символизм болады. Сонымен жаңағы Скарлетт О'Хара екі жақты болып жүреді. Ол Америка күйзелісте тұрған. Я оңтүстік жолын таңдай алмай, консерваторлық жолды, я жаңа жолды, капитализмге жақын, еркінге жақын жолды таңдай алмай жүрген сондай бір күйзелісте тұрған уақыт деп атауға болады. Мұқият оқып шығыңыздар ол кітапты. Сонымен мен оның артында болған жалғастарды, оны Маргарет Митчелл емес басқа кісілер жазған, ол кітаптарды мен сіздерге ұсынбаймын. Тек қана Маргарет Митчеллдің кітабын ғана оқып, соны қоя беру керек. Әрі қарай жалғасын оқудың қажеті жоқ. Аман болыңыздар.